Кеш жарық әріптестер, бүгін сіздерге маңызды бір видеоны көрсеткім келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, қосымша білім беру педагогтерінің, яғни музыка және өнер мектептерінде жұмыс жасайтын педагогтердің айлығы төмен. Осы мәселені тереңірек қарастырайық. Алдымен біз 1193 қаулыны назарға аламыз. Бұл жерде еңбекақы төлеу жүйесі туралы айтылған. Осылай төмен түсірсек, білім беру саласы көрсетілген. Бұл жерде В2, В3 деп тұр. Енді В2 деген буында орта мектепте жұмыс жасайтын педагогтердің айлығы төленеді. Ал В3 деген буында қосымша білім беру педагогтердің айлығы төленеді. Мысалға салыстырып көрейік. 25 жылдан жоғары педагог зерттеушінің коэффициенті 5/41. Ал дәл сол педагог қосымша білім беру ұйымында жасаса 4/75 коэффициентпен төленеді. Бұл сандар коэффициент деп аталады. Педагогтердің еңбек өтіліне байланысты өзгеріп отырады. Осы жерде көрсеңіздер болады. Осы арқылы педагогтердің ақылаты шығады. Одан кейін бізде төмен қарай түссек қосымша төлем ақылар бар. Міне осы жерде орта мектепте жасайтын педагогтерге көптеген қосымша төлем ақылар көрсетілген. Тәлімгерлік, сынып жетекші болған үшін, кабинет меңгергені үшін, дәптер тексергені үшін және де магистрлық дәрежесіне қосымша ақы төленеді. Ал осы қосымша ақылар қосымша білім беру педагогтеріне төленбейді. Тек қана орта мектептегідей біліктілік санатына ғана, мысалы педагог зерттеуші, модератор, сарапшы, сол біліктілік санаттарына ғана төленетін қосымша ақы көрсетілген. Ал бір ерекшелігі, осы жерде орта мектепте мына бір қосымша төлем ақы бар. Осы бізде, яғни музыка және өнер мектептерінде жоқ. Бұл осы басымдыққа ие. Бұл жаңартылған білім беру мазмұны бойынша төленетін қосымша ақы. Яғни орта мектепте жұмыс жасайтын педагогтың қанша сағаты бар, мысалы 24 сағаты болса, соның 30%-на қосымша ақы төленеді. Міне сол себепті орта мектептегі педагогтердің айлығы жоғары болып табылады. Өздеріңіз асықпай қарасаңыздар болады. Осы жерде қосымша төлем ақылар бар. Енді әріптестер, сіздер қандай өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бар? Қосымша білім беру педагогтеріне, яғни музыка және өнер мектептерінде жұмыс жасайтын педагогтерге қандай қосымша ақы төленгенін қалайсыздар? Пікірге жазыңыздар, бөлісіңіздер.